Құрметті облыс тұрғындары, мына енді сіздерді аз уақыт қалды. Армениядан алып келген автокөліктеріңізді тіркеуге шақырамыз. Оны жаңағыдай айтып өткендегідей, мен айтып өтейін, 3 жерде мына Ақтау қаласында, және де Өзен қаласында, және Бейнеуде мамандырылған халыққа қызмет көрсету орталықтарында тіркеу өтіп жатыр. Сіздердің жағдайларыңызды бәрін қарастырылған. Мынау кейбіреу азаматтар енді вахтада болды, я болмаса енді мынау індет бойынша басқа да бір жағдаймен келе алмаған шығарсыздар. Сол себептен соның бәрін сіздердің жағдайларыңызды қарап отырып, түсіне отырып сіздерді. Мен айтатыным, сенбі, жексенбі күндері, 6-7 күндерді ертеңде демалыс күні демей, ертеңде жұмыс жасаймыз, сіздерді қабылдаймыз. Сенбі күні сағат 9-дан 6-ға дейін жұмыс жасаймыз. Демалыс күні сағат 9-дан 3-ге дейін жұмыс жасалады. Сол себептерден сіздерді тағы да қайталап отырмын. Сол автокөліктеріңізді тіркеуге шақырам. Себебі бір аз уақыт қалды, соны үлгерулеріңіз керек.